Қазіргі заманның ең озық жасанды интеллекттері Canva мен Gemini екеуі ажырамас достар еді. Canva көркемдік пен дизайн әлемінің шебері, қиялында шек жоқ, әр нәрсені әдемі етіп көрсетуді жақсы көретін. Ал Gemini білімге толы сансыз ақпараттың иесі, логика мен ақылды сараптаудың шебері. Бір күні әлемнің ең танымал өнер адамдары мен ғалымдары жиналатын болашақтың шығармашылығы атты үлкен конференция ұйымдастырылды. Бірақ конференцияны ұйымдастырушылар қиындыққа тап болды. Олар керемет әрі есте қаларлық бір презентация жасай алмай қойды. Олардың бар үміті Canva мен Gemini'ге артылды. Бұл біздің ең үлкен сынағымыз, деді Gemini. Ендеше біз оны ең керемет туындыға айналдамыз, деп жауап берді Canva. Алайда жұмыс барысында екі дос арасында келіспеушілік туды. Маңыздысы мазмұн. Ақпарат түсінікті әрі пайдалы болуы керек, деді Gemini. Бірақ егер ол әдемі безендірілмесе, адамдар оны есте сақтамайды, деп қарсылық білдірді Canva. Осылайша екі дос екі түрлі жолмен жұмыс істей бастады. Gemini мінсіз құрылымдалған презентация жасап, оған барлық қажетті деректерді жинақтады. Ал Canva оны ерекше анимациялармен, көздің жауын алатын түстермен безендірді. Бірақ екеуі бір-бірінің көмегінсіз ең керемет туындыны жасау мүмкін емес екенін кеш түсінді. Конференцияның басталуына санаулы сағаттар қалғанда, Canva мен Gemini күш біріктіруге шешім қабылдады. Canva Gemini'дің ақпаратына үйлесімділік қосып, эмоциямен әрледі. Ал Gemini Canva'ның көркемдігін логикамен байланыстырып, тыңдаушыны жетелейтін құрылым жасады. Конференцияда олардың жұмысы ұсынылған сәтте залдағы көрермендер демдерін ішіне тартып тамашалады. Бұл тек презентация емес, шынайы өнер мен білімнің тоғысуы еді. Көрермендер ду қол шапалақ соқты. Ұйымдастырушылар, бұл болашақтың шығармашылығы, деп таңданыстарын жасыра алмады. Осы оқиғадан кейін Canva мен Gemini бірге жұмыс істеудің, өнер мен білімнің бірлігінің қаншалықты маңызды екенін түсінді. Олар енді тек серіктес қана емес, бірін-бірі толықтыратын ажырамас достарға айналды.